көкем. Сәлем достар! Бүгін сиырдың сирағынан холодец жасайтын боламын. Мен қашырдың сирағынан жасаймын, потому что бұл тез пісуіне де, дәмді болуына да өте пайдасы зор. Мінекей, сирақтың бәрін салдым. Енді қазір суын құйып, газовкаға қоямын. Бұл сирақты 1 сағат қайнатып аламын. Қайнағаннан кейін бұның барлығын, суын бәрін төгіп, таза су қойып, қайтадан қайнатамын. Бірақ жайлатып қайнату керек. Достар, мінекей холодец осылай жаймен қайнау керек. Бұны бір қайнатып алып төгіп тастап, екінші рет қайнатып жатырмын. Жаймен, тек жаймен қайнатамыз. 8 сағатқа қайнатуға болады, 12 сағатқа қайнатуға болады. Морковын саламыз. Пиязын саламыз. Жапырақын саламыз. Мынандай жапырақтарды саламыз. Жапырақтың бәрі жуылған. Қара бұрышын саламыз. Қара бұрышын саламыз. Жаймен қайнатамыз. Тұзын саламыз. Болды, осылай жайлатып қайнатамыз. Міне достар, осылай қайнау керек. Жайлатып қайнатамыз 12 сағат. 8 сағатқа, 12 сағатқа қайнатамыз бұйыртса. Сегіз сағат болды. Пісіп қалды. Қазір барлығын сүзіп аламын. Шығарып, сосын сорпаны сүзіп аламын. Мінекей, пісіп, мінекей сүйегінен мынандай болып шығып жатыр. Мына уже пісіп болды деген сөз. Естіп сүйектен ажыратып аламыз. İçinde bir suyuk gitmiyor gerek. Soframızı süzüp alamız. Ручная массировка. Бұны деген мен не үшін пайдаланып жатырмын? Бұнда кей кезде жаңағы электрическиймен тартқанда сүйектер кетіп қалады. Сондықтан электрический сразу сынып қалады. Кететін болса, мысалы сүйектермен оны қайтадан ашып, қайтадан жауып, темір бұл пайдаға аса береді. А енді аналар пластмассамен жасалған, ол сразу бұзылып қалады. Сондықтан мен ручной пайдаланамын. Массировкадан тартып алдық. Енді мына сорпаға саламыз.
құямыз. Достар, мінекей холодильниктің бәрін салып болды. Енді қатқанын күтеміз. Қатқаннан кейін дәмін көретін боламыз. Ал мінекей дайын болды холодильнигіміз. Енді кесіп қараймыз. Холодец өте керемет шыққан.